Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзіміз тұрып жатқан бір бөлмелі үйіміздің кішігірім рум-турын көрсеткім келеді. Папамыз бен Арунаны жұмысқа садикке шығарып салған соң, Адайля екеуміз үйді жинап шығамыз. Бірақ ең бастысы біздің байлықтарымыз, балаларымыз бар. Аллаға шүкір, сәбидің күлкісі, сәбидің жылауы, сонымен қатар ойыншықтардың шашылып жатуы, барлығы бар. Соған да шүкір дейміз. Бізде үйде зал және кухня, туалет, ваннасы бөлек орналасқан және коридор. Бір бөлме болса да, осыған сыйымды, іші бақытқа, қуанышқа, сәбидің күлкісіне, сәбидің жылауына толы үй. Өте бақыттымыз. Кешке барлығымыз жиналамыз. Кейде Абзал екеуміз күлеміз да, біз егер 3 бөлмелі немесе одан көп жер үй алатын болсақ, бір-бірімізді таппай адасып кететін шығармыз деп. Әбден осы бір бөлмеге үйреніп қалғанбыз. Мына жерге шкаф жасатамыз. Алда осы біздің кухнямыз, әлі кухня гарнитур жасатпадық, бірақ алда жоспарымыз бар. Осы кішігірім кухняда болса да, әдемі рецепттер түсіріп жатырмын. Назарларыңызға рахмет.